бір күндері қаржы тапшылығынан қысылған досы екінші досынан басқа сұрайтын адамы қалмай досынан келіп ақша сұрапты. Досының жағдайынан хабардар болған досы сұраған ақшасын қолына ұстатып жіберіпті. Досы кеткен соң еңіреп жылаған күйеуін көрген әйелі: «Олай берген ақшаңа қиналатының бар, несіне бердің?» деп таңғалыпты. «Ай ақымақ қатын, мен берген ақшама қиналып жылап отырған жоқпын. Досымның осындай дәрежеге дейін қиындыққа тап болғанын білмегенмін. Осындай мүсәпір күйге түсіп алдыма ақша сұратып келтіргеніме жаным ауырып, күйінгенімнен көз жасыма ерік бердім» деген екен. Кеудеңде жаның барында бауырлық таныт бауырға, өзектен теуіп өзгені өзімшілдікпен ауырма. Өмірден талай пенде өтер, сен де мен де ол да өтер. Бұл жалған қамшы сабындай, сыйласа алмасаң сол бекер. Көңілін достың жығарсың, туыстың ісін сынарсың, қадірін білмей жүргенде қабырын қазып жыларсың. Көнбейді уақыт ыңғайға, келмейді қайтып жылдайда, жанталасқанша жан-жақпен жан тапсыратын күнді ойла. Бақида барлық бабамыз, біздер де сонда барамыз. Суық қара жер алғанша суымасыншы арамыз.